Балалар, біз сіздермен алдыңғы тақырыпта күш моментін өткен болатынбыз, күш моментінің формуласы m тең f көбейтілген d еді. Міне, мына бізде иіндік деп айтамыз, иіндіктің екі жағы бірдей теңесіп тұру үшін бізде m1 тең m2 деген теңдік орындалу қажет. Ол қалай? Мысалы, біз мына 5 килограммдық жүкті орналастыратын болсақ, қараңыздар, сол жағы, иіндіктің сол жағы бізде төмен түсіп, оң жағы жоғары көтеріліп кетті. Міне. Енді екеуін теңестіру үшін қараңыздар, 5 килограмм, 5 килограмм. Мына жақта бізде қанша килограмм болу керек? Мысалы, 10 килограмм. Екеу теңесе ме? Теңескен жоқ. Бұл неге байланысты? Ал егер мына жерге қойсақшы, теңесті ма? Теңескен жоқ. Мына жерге қойсақшы, тағы да теңескен жоқ. Теңесу үшін біз не істей аламыз? Міне, тепе-теңдік қалпына келді. Бұл яғни бізде мына m-дарына байланысты. Сол жақтағы m-дарын жазайық. m1 тең дейді f1 d1 деп жазсақ, және бізде мынау тағы да екіншісі бар ғой. f1 штрих, d1 штрих дейік. Бізде f1-іміз 5 килограмм, және ол мына центрінен қандай иінде тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дейміз. Сонда 5 көбейту 7 қосылған дейміз. Ал мына екінші, міне мына екінші жүгіміз 1, 2, 3. Яғни 3 деген иінде тұр. Сонда 35 қосылған 15 бізде қанша болды? 50. Өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр. Ал енді мына екінші жағындағы жүкті қараймыз. Ол m2 тең болады. Бізде f2 көбейтілген d2-ге тең. f2-міз бізде 10 килограмм, ал иініміз мына жерден санасаңдар 1, 2, 3, 4, 5. Міне. 5-ке көбейтеміз, сонда бізде 50 ньютон көбейтілген метр шықты. Сонда бізде m1 тең m2 деген теңдік дұрыс болды, Сонда бізде тепе-теңдік сақталды. Жалпы мына иіндіктің әрбір осы аралығы біз 1 деп аламыз. Бұл әрбір жерде әрқилы болуы мүмкін. Мынандай жағдайда, егер ештеңе беріліп тұрмаса, біз оны әрқашанда 1 деп ала береміз. Д-ның бір бөлігінің құны дейміз, немесе 1-ге тең алсақ болады. Түсінікті ғой,